Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге күзге арналған сәнді трендтер туралы айтатын боламын. Сіздер дайын болсаңыздар, мен дайынмын. Олай болса кеттік. Бірінші біз свитер түстер туралы айтайын. Қандай свитер қазір трендте және де күзге қалай сәнді түстерді үйлестіріп киюге болады. Бұл бірінші бізде әрине коричневый түс. Осы түс шоколадный түс, коричневый, бежевый түстер сәнді және де осы күз мезгілін еске түсіретін светтердің бірі ғой. Осы түстер қазір на пике популярности болып тұр. Сондықтан осындай түстегі киімдерді алып алғаныңыз жөн. Келесі түс бұл нежно-розовый және небесный голубой, яғни ашық нежный розовый, яғни нежный, қалай деп айтсам болады. Нәзік түстер қазір сәнде және де осы аспан түсімен сәйкес көкшіл, ашық көкшіл түстер қазір сәнде болып табылады. Сонымен қатар осы 2023, 2024, 2025 жылдары бордовый және қызыл түстер қазір трендтен қалмайды. Сондықтан осындай түстегі хотя бы аксессуарлар алып алсаңыз болады. Келесі мен айтатын болсам, қандай главный тренд 2025 жыл бұл әрине женственный силуетті ашатын ремендер. Ремендерді минималистичный ремендер, жіңішке кәдімгі ремендер бар ғой, сондай ремендер тоже трендте, және де макси, яғни үлкен ремендер де қазір трендте. Сонымен қатар осы 2, 3 немесе 4 ременді қатар тағып алсаңыздар, сіз енді бір модный көрінесіз ғой, яғни сәнде болып табылады. Келесі бұл юбкалар туралы айтайын. Қысқа юбкалар қазір сәнде емес, мұндай юбкаларды кимесеңіз де болады. Сондықтан миди, яғни тізеден төмен түсетін юбкалар және де макси юбкалар қазір трендте. Сондықтан сізге очень советую осындай юбканы алып алыңыз. Келесі брюкке, яғни шалбарлар туралы айтайын. Қандай шалбарлар қазір трендте? Бұл шалбарлардан кәдімгі классикалық шалбарлар, расклешенный болады ғой, төменге қарай. Сондай шалбарлар қазір сәнде, және де широкий шалбарлар тоже сәнде. Сонымен қатар шалбарлардың ішінде джинсы шалбарлар айтатын болсам, прямые джинсы тоже сәнде, және де бананы сияқты джинсылар тоже сәнде болып табылады. Осындай міне шалбарлар главный трендтердің ішінде. Келесі верхний одеждалар туралы айтатын болсақ, верхний одеждалардың ішінде біз главный тренчтен бастайық. Тренчтер негізі классикалық тренчтен бөлек, яғни макси длина не болмаса миди длина тағы классикалық тренчтен бөлек қысқа тренчтер қазір сәнге еніп келе жатыр. Қысқа болғанда бұл қалай деп айтсам болады, укороченный және де на бедрах деп айтады, санға дейін келетін тренчтер қазір сәнде болып табылады. Және де келесі кожаный бомбері тоже на пике популярности 2025 жыл осындай бомберлер қазір сәнде болып табылып тұр. Келесі айтатын болсам, жакеты. Жакеты қалың жакеттер, кәдімгі пиджактар, жакеттер болады ғой, біз тоңған кезде мынандай немізді воротник жағаларымызды көтеріп алып осылай жүреміз ғой. Осындай қазір жакеттер қазір сәнді болып тұр. Сондықтан осындай жакеттерді өзіңізге қарастырып көріңіз. Ұнаса келесі приталенный жакеттер тоже қазір сәнде. Бағана айтып өткенімдей 2025 жыл бұл женственный силуетіңізді ашатын жыл болып тұр. Сондықтан приталенный сондай заттарға мән беріңіз. Келесі мен обувь туралы айтайын. Қандай аяқ киімдер қазір сәнде? Аяқ киімдердің ішінде қазір Мэри Джейннің балеткалары тоже сәнде, және де осы Nike сондай фирмалардың ішінде аяқ киім мен Puma сияқты фирмаларда аяқ киім мен балеткаларды екеуі комбинация алып жасаған сондай вариантты тоже қарастырып көрсеңіз болады. Оны кисеңіз енді просто боласыз ғой, сән қой боласыз. Сумкалар туралы айтамын. Қандай сумкалар? Менің қазір ең любимый сондай бір сезоным болып тұр. Сумкалардың ішінде тоже қазір трендте болып тұрған большие, мягкие сумки, объемные, прям осындай сумкалар қазір сәнде. Оның сіз матасына кожаныйдан бастап хлопковый маталы сумкаларға дейін сәнде, тіпті замшевый сумкаларға да мән берсеңіз болады. Главное үлкен болса және де ұстауға ыңғайлы, ішіне барлығын сала бересің деген сияқты осындай сумкалар қазір сәнде. Аксессуарларға келетін болса, аксессуарлардың ішінде шарфиктер, осы
летодан бастап әртүрлі банданалар сәнде болды ғой, сол сияқты қазір шарфтарды тағу да сәнге айналды. Мен өте қатты қуаныштымын. Және келесі сәндегі аксессуар бұл очки для зрения. Иә, мен үшін тоже өте қатты қуанышты, себебі зрениесі нашар қыздар өзін самоуверенный сезінуге жақсы тренд деп ойлаймын. Сондықтан осындай очкилар сәнде, трендте, яғни өзіңіздің денсаулығыңызға сондай заботамен қарайтын уақыт келді, себебі көп адамдар қазір на гаджетах сидит, яғни телефонда отырады, компьютерде отырады, көп адамның зрениесі нашар, сондықтан өзіңізге осындай сәнді бір очки алып алыңыз. Міне осымен менің сәнді трендтегі киімдерім аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеода қандай күтесіз, қандай тақырыпта күтесіз, сол туралы комментарийға бөлісе кетіңіз. Пока-пока. Чао-чао.